Армысыздар, ардақты ағайын, өздеріңізбен бірге мен Назира Сұлтан Мұратқызы. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің оқып жатқан қара сөздерім, поэзияларым сіздерге ұнап жатса, әрине лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал біз дәл қазір Абайдың 12-ші қара сөзін бастаймыз. Кімде-кім жақсы жаман ғибадат қылып жүрсе, оны ол ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды. Әйтеуір жақсылыққа қылған ниетінің жамандығы жоқ қой дейміз. Ләкин сондай адамдар толымды ғибадатқа ғылымы жетпесе де қылса екен. Бірақ оның екі шарты бар, соны білсе екен. Әуелі иманның иқтиқатын мәхкемелемек керек. Екінші, үйреніп жеткенше осы да болады ғой демей, үйрене берсе керек. Кімде-кім үйреніп жетпей жатып, үйренгенен қойса, оны Құдай ұрды, ғибадаты ғибадат болмайды. Ләкин кімде-кім иманның неше нәрсе бірлән кәмәләт табатұғынын білмей, қанша жерден бұзылатұғынын білмей, басына шалма орап, бірадар атын көтеріп, оразашыл, намазшыл болып жүрген көңілге қалың бермей тұрып, жыртысын салғанға ұқсайды. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Ықыласыменен өзін өзі аңдып, шын діни шыншылдап жаны ашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды. Абайдың 13-ші сөзі. Иман деген Алла тәбәрәкка уа тағаланың шәриксіз, ғайыпсыз бірлігіне, барлығына уа әртүрлі бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам арқылы жіберген жарлығына, білдіргеніне мойын ұсынып инанмақ. Енді бұл иман дерлік инануға екі түрлі нәрсе керек. Әуелі не нәрсеге иман келтірсе, соның хақтығына ақылы бірлән дәлел жүргізерлік болып, ақылы дәлел испат қыларға жараса, мұны яккени иман десе керек. Екіншісі, кітаптан оқу бірлән, якки молдалардан есту бірлән иман келтіріп, сол иман келтірілген нәрсесіне соншалықты берік боларға керек. Біреу өлтіремін деп қорқытса да, мың кісі мың түрлі іс көрсетсе де, соған айнып көңілі қозғалмастай берік болуы керек. Бұл иманды иман таклиді дейміз. Енді бұндай иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл, босанбас буын керек екен. Якини иманы бар деуге ғылымы жоқ, таклиди иманы бар деуге беріктігі жоқ. Я алдағанға, я азғырғанға, я бір пайдаланғанға қарап, ақты қара деп, я қараны ақ деп, өтірікті шын деп, ант ететұғын кісіні не дейміз? Құдай тағала өзі сақтасын. Әрнешік білмек керек. Жоғарғы жазылмыш екі түрліден басқа иман жоқ. Иманға қарсы келерлік орында ешбір пенде Құдай тағала кеңшілігімен кешеді дағы демесін. Оның үшін Құдай тағаланың ғафуына, якки пайғамбарымыздың шафаатына да сыймайды. Мүмкінді емес. Қылыш үстінде серт жоқ деген, Құдай тағаланың кешпес күнәсі жоқ деген жалған мақалды қуат көрген мұндай пенденің жүзі құрысын.